армысыздар, сіздермен Айжан. Бүгінгі менің видеомда сіздермен мектеп кезінде болатын оқушылардың түрлі проблемаларына және жаңа ортада өзіңізді қалай көрсету керек деген сұрақтарға жауап бергім келеді. Себебі мен бір емес, екі емес, 5 рет мектеп ауыстырдым. Сондықтан мектеп кезінде болатын өзімнің сіздерге берер кеңестеріммен бөліскім келеді. Егер сіздерге қызық болса, бастайық. Мен алғаш мектепке Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласындағы мектепте 1 және 2 сыныпта оқыдым. Одан соң біз отбасымызбен Орал қаласына көшкенбіз. Сондықтан кішкентай кезімде мектеп ауыстырғанда аса қобалжыған жоқпын. Басқа балалармен, оқушылармен, мұғалімдермен тіл табысу аса қиынға түспейді. Ал 7 сынып бітірген соң ата-анаммен бірге Астана қаласына көштім. Осы кезде бір жағынан өте қатты қуанған едім, екінші жағынан біраз қобалжыдым. Себебі қандай мектепте оқимын, достарым қандай болады, өз-өзімді қалай көрсетемін, мұғалімдер қандай, білім деңгейі, сапасы, әртүрлі сұрақтар мазалай бастады. Ең бірінші сіздерге берер кеңесім, жаңа ортаға келгенде алдын ала позитивті настроймен бару керек. Себебі егер жоқ, бұл мектеп маған ұнамайды, мұғалімдер жаман болады, достарым болмайды деген оймен барсаңдар, әрине солай болады. Өзімді жақсы жағынан көрсете аламын, мен өз-өзіме сенімдімін, менде ең керемет достарым болады, мұғалімдер өте тамаша, білім деңгейі өте керемет деген оймен, позитивті оймен барады. Мектепке ауысқанда мұғалімдерге тоқтала кетейік. Жаңа мектепте әрине әр мұғалімнің білім беру тактикасы әртүрлі. Мысалы, біреулері сабақ сұраған кезде ауызша айтса, біреулері жазбаша түрде сұрағанды жақсы көреді. Сондықтан сіздерге айтарым, күнделікті сабаққа өте керемет деген дайындықпен бар. Жақтарыңыздан көріне біліңіздер. Одан оқушыларға келетін болса. Әр сыныпта өзінің бір оқушылар біраз бір группаға бөлінеді деп шын айта берейік, ол барлығымызға мәлім жай. Сондықтан ең алдымен өзіңіз бір бақылау жүргізіп көріңіз. Оқушылар да әрине басында сізді сынап, қалай киінеді, қалай сабақ айтады, өз-өзін қалай ұстайды, қандай қызығушылықтары бар, әр жағынан сізді бір бақылау жүргізеді сізге. Жаңадан келген оқушыларға айтарым, қорқудың қажеті жоқ, одан барлығымыз өте. Параллель сыныптармен де араласып көріңіз, олармен мұғалімдер жайлы, мектеп туралы, мұғалімдердің тілін табу үшін қандай кеңестер айтады, әртүрлі өзіңізге керек информация жинап, өзіңіз бір бақылау жүргізіп көріңіз. Жаңа мектепке ауысқанда сабақ деңгейі қандай болады? Әрине мен Орал қаласынан Астана қаласына көшкенде білімі жайлы мен мүлдем білген жоқпын. Астанада білім деңгейі қандай екенін мен біраз қобалжыдым. Сондықтан мен жаз бойы дайындалып репетиторларға бардым. Соң мен сіздерге кеңес беретін біраз кітаптарым бар. Ең керемет психолог, әлемнің өте керемет деген бестселлерлердің бірі, өшпес бір кітап десем болады, Дейл Карнеги. Бұл кітапты мен жақсы көретін кітаптарымның бірі. Әрине біраз ескі болғанмен ішінде тұнып жатқан қазына десем болады. Мысалы, бұл кітапта не жайлы орысша кітап енді, как завоевать друзей, оказывать влияние на людей, да басқа кітапты оқып шығуына кеңес беремін. Одан соң Виталийның осы бір кітабын оқуыңызға болады. Осымен менің видеом соңына жетті. Менің сіздерге берген кеңестер көмегін тигізеді деген ойдамын. Сіздерге сәттілік, сіздердің қолыңыздан барлығы келеді. Мен сіздерді өте қатты жақсы көрем. Ең алдымен өз-өзіңізге сенімді болыңыз. Сонда барлығы жақсы болады. Келесі кездескенше сіздермен болған Айжан. Джо Виталий. Папа, телефон